фолий қышқылы жетіспеушілік анемия дегеніміз организмде фолий қышқылы деңгейінің төмендігімен көрініс беретін клиникалық жағдай. Адам организміне фолий қышқылы жетіспеген кезде жас адамдарда анемия дамиды, ал ұрықта жүйке түтігінің ақаулары дамиды. Ағзада В9 витамині, яғни фолий қышқылы тағам арқылы түсіп отырады, яғни олар цитрустардың, зеленнің, лимон мен апельсин және ұн, жарма сияқты өнімдердің құрамында болады. Және осы фолий қышқылы адам организміне түсер кезде полиглутамат түрінде түседі. Полиглутамат дегеніміз ол құрамында глутамин қышқылы бар, амин қышқылда тізбек болып табылады. Және оның құрамында карбоксил тобы болады. Соның нәтижесінде олар теріс зарядталған тізбек болып табылады. Полярлы молекула және де суда ериді. Яғни олар липидтерді ермейді. Енді патогенезі осы полиглутаматқа байланысты болады. Осы полиглутамат асқазан ішек жолдарынан сіңбейді, себебі асқазан ішек жолында орналасқан клеткалар сыртынан липидті жасушалық мембранамен жабылған. Ал липидтерде бізде полиглутамат ерімейді. Соның нәтижесінде асқазан ішек жолдарынан олардың сіңірілуі жүрмейді. Полиглутаматты моноглутаматқа дейін ыдырататын аш ішекте арнайы ферменттер болады. Осы арнайы ферменттердің нәтижесінде полиглутамат моноглутаматқа дейін ыдырайды. Ал моноглутамат дегеніміз олар көлемі жағынан кіші, сонымен қатар теріс зарядталуы да аз болады. Сондықтан ол аш ішекте оңай түрде сіңіріледі. Аш ішекке барғаннан кейін ол тетрагидрофолий қышқылына айналады. Оны айналдыратын фермент тетрагидрофолат редуктаза деп аталады. Осы ферменттің көмегімен тетрагидрофолий қышқылы түзіледі. Тетрагидрофолий қышқылы аш ішекте метил тобын өзіне қосып алып, метил тетрагидрофолий қышқылы түзіледі. Кейіннен осы метил тетрагидрофолий қышқылы ішектен шығып, қанға түсу арқылы оның бір бөлігі қысқа мерзімде 2-3 ай ішінде бауырда сақталады, ал қалған бөлігі, басым бөлігі біздің денеміздегі әртүрлі клеткалардағы метаболизмдік реакцияларда қолданылады. Енді осы CH3-TGF нысаны клеткаларға барады да, олардың мембраналарынан ТФК, яғни фолий қышқылының транспортері арқылы өтеді, сөйтіп клетканың ішіне түседі. Клетканың ішінде метил тетрагидрофолий қышқылы ыдырап, метил тобы бөлек шығады. Осы метил тобы В12 витаминінің құрамына кіреді, яғни метилкобаламиннің құрамына кіріп кетеді. Ал бос қалған ТГФ ол CH2, яғни метилен тобын өзіне қосып алады. Ол CH2 тобын қайдан алады десек, ол серинді амин қышқылдарынан алады. Ал серинді амин қышқылы біздің әр клеткамызда болады. Осыны қосып алғаннан кейін ол дезоксиуридин монофосфат деп аталады. Дезоксиуридин монофосфат кейіннен одан дезокситимидин монофосфат түзіліп, кейіннен одан тимидиннің түзілуі жүруі мүмкін. Ал тимидин бізде ДНК-ның түзілуі үшін керек. Келесі бізде метилкобаламин, яғни В12 витаминінің құрамына кіретін компонент CH3 тобын гамма-цистеинге қарай береді. Гамма-цистеиннің құрамына бергеннен кейін гамма-цистеин метионинге айналады. Ал метионин болса, ол да бізде ДНК-ны түзу үшін қажетті жағдайды қалыптастырады. Осы гомоцистеиннің белгілі бір бұзылыстары кезінде олар метионинге айналмайтын болса, гомоцистеин адам организмінде көбейіп кетеді. Ал гомоцистеиннің адам организмінде көбейіп кетуі адам организміне зиян келтіреді. Қалыпты жағдайда сүйек миындағы эритроциттердің ізашарлары үлкен және ірі болады. Олар жасушалық бөлінуге, яғни дифференцияға ұшырағаннан кейін кіші, жетілген эритроциттерді бөле бастайды. Бұл қалыпты жағдайда, бірақ фолий қышқылының жетіспеушілігі кезінде сүйек миы ірі, жетілген эритроциттерді бөле бастайды. Оларды макроцит деп атаймыз. Бірақ талақта осы макроциттердің жойылуының нәтижесінде эритроциттердің жалпы көлемі, жалпы саны азаяды. Соның нәтижесінде анемия пайда болады. Компенсация ретінде сүйек миы өзінен мегалобласттарды бөле бастайды. Мегалобласт дегеніміз аномальды дамитын эритроциттердің ізашарлары. Бұлар өте ірі болады. Соның нәтижесінде фолий қышқылы жетіспеушілік анемиясын басқаша макроцитарлы мегалобластты анемия деп атаймыз. Сонымен қатар фолий қышқылы жетіспеушілік анемия кезінде тек қана эритроциттер ғана емес, сонымен қатар лейкоциттер, тромбоциттерде де өзгеріс болады. Яғни лейкоциттерде ірі жетілмеген нейтрофильдер пайда болады, және олар гиперсегменттелген ядроларының саны 6 немесе одан да көп болады. Ал тромбоциттерде тромбоциттердің ізашарларының өндірілуінің азаюына алып келеді. Соның нәтижесінде, яғни мегакариоциттер азаяды. Эритроциттердің, лейкоциттердің, тромбоциттердің санының азаюы, яғни бірге қосылып азаюын панцитопения деп атаймыз.